Сәлем достар, қайырлы таң баршаңызға. Мен сіздерге егіздер белгісіне арналған болжамымды ұсынатын боламын. Сәуір айында барлық адамдарда өзгерістер өте көп болады. Себебі солнечный затмение, черная луна, ретроградный Плутон келіп тұр. Сол себепті адамдардың барлығында әртүрлі өзгерістер болады. Енді сол өзгерістер қай жағына келіп тұр, қандай секторға келіп тұр, енді мен соны сіздерге ұсынатын боламын. Жалпы 1 сәуірде жаңа ай туады. Ол егіздер белгісіндегі адамдарға 11 домға келіп тұр. 11 дом достарға, әріптестерге, онлайн жұмысқа, интернетке жауап береді. Жалпы ойы сізбен сәйкес келетін достарды табатын боласыз. Немесе бір мекемеге мүше боласыз. Жұмыс ауыстыруыңыз ықтимал. Жалпы интернетке байланысты жаңалықтар өте көп болады. Егер жұмысыңыз онлайн болса, басқаша, жаңаша жұмыс жасайтын боласыз. Жаңа подход ойлап табатын боласыз. 5 сәуір күні жалпы жарақат алу қаупі жоғары. Себебі Марс пен Сатурн біргеді. Жалпы екеуі де өте қыңыр, агрессивті планеталар. Марс адамды алдыға тартса, Марс адамды тежеп қояды, артқа тартатын планета, артқа сүйрейтін планета. Бұл планеталар 9 домға келіп тұр. 9 дом саяхатты, шетелді, құжаттарды, жолға билетті, көшуді білдіреді. Енді құжаттармен осы жолға билет алуда, көшуде бір қиындықтар болуы ықтимал. Жалпы 5 сәуір күні, мысал алатын болсақ, собеседованияға шақырсам, маңызды істерді кейінге қалдырған дұрыс, әйтпесе кез келген жұмыс сіздің ойлағаныңыздай болмайды. Немесе сот ісі басталып жатса, сіздің пайдаңызға шешілмейтін болады. Себебі 5 сәуірде айтып отырмын ғой, екі қыңыр планета келіп тұр. 6 сәуір күні Венера 10 домға келіп тұр. Жалпы Венера өте жақсы планета, ақшаның планетасы. Ал 10 дом біздің арман мақсаттарымызға, карьерамызға, статусқа жауап береді. Статусыңыз жақсы жаққа қарай өзгеретін болады. Немесе жұмыста повышение болады, жұмыста бір жақсы өзгерістер болады деген сөз. Немесе зарплатаңыз көбейеді. Жаңа айтып өткендей, Венера ақшаның планетасы болғандықтан, сізге ақшалай сыйлықтар, ақшалай бонус беруі ықтимал. 9 мен 12 сәуір аралығында сіздерге Юпитер мен Нептун 10 домда келіп тұр екен. Жалпы Юпитер өте позитивті планета. Және жақсы дүниені үлкейтетін планета. Ал Нептун болса жанашырлық, көмек көрсететін шығармашылық планетасы. Осы уақыт жалпы сіздерге қалай қайда жылжу керек екенін өздеріңіз іштей түсінетін боласыздар. 12 сәуір күні Меркурий өзінің белгісін ауыстырады, өзгертеді, сөйтіп 12 домға келіп тұр. Ал 12 дом алыс жолды, өткен өмірді, жұмыстың, проектінің бір аяқталуын білдіреді. Ал Меркурий жалпы ақпаратқа, идеяға, звонокқа, хатқа, смс-ке, жолға жауап береді. Қалай айтсақ болады? Бұрын бірге дос болған адамыңыз, бұрын бірге жұмыс жасаған адамыңыз сізге хат жазады, немесе хабарласады. Немесе жолға шығасыз, Меркурий жолды да білдіреді. Мысал алатын болсақ, архивтен бір құжатты сұратуыңызды ықтимал.
алыс жолға шығасыздар. Меркурий одан кейін 18 сәуірде келіп тұр, Уранмен біргеді. Аяқ асты, жалпы Уран деген аяқ астынан барлығын өзгертетін планета. Аяқ асты жолға шығасыздар. Егер ауырып жүрген болсаңыздар, тез жазылатын боласыздар. 15 сәуірде сіздерге, егіздер белгісіндегі адамдарға, черная луна келіп тұр. Ол сіздерге 9 ай бойы ақша секторынан түсіп тұр. 8 октябрьге дейін осы ақша секторында болады. Жалпы черная луна адамның негативті энергиясын білдіреді. Жалпы сізде позитивті энергияңыз көп болса, мысалы, соны сүлік сияқты барлығын сорып, сізге негативті адамдармен бір шақыстырғысы келіп тұрады. Бір адамдармен екі ортаға бір от салғысы келіп тұрады, сондай бір планета. Жалпы негативті энергияны шашып тұратын планета. Ол ақша секторына келіп тұрғандықтан, жалпы клиенттермен жұмыс жасауда, жалпы жұмысыңызда бір ашуыңызға тиюі мүмкін, жұмысыңызға бір кедергісін тиюі мүмкін, көбірек ашуланып, бір депрессияда жүретін болуыңыз да ықтимал. Одан кейін 9-шы дом әрі өзіңізді бағалауды да білдіреді. Мысал алатын болсақ, сіздің самооценкаңыз түсіп кетуі ықтимал осы 9 ай бойы. Мысалы, жұмыста біреумен ұрсып қаласыз, немесе бастығыңыз ұрсады, немесе клиенттермен ұрсып қаласыз. Сөйтіп сіздің самооценкаңыз түсіп қалады. Одан кейін черная лунаға жалпы мән бермеу керек, ашуланбау керек. Сол кезде ол өзінің жаман әрекетін тоқтатады. Депрессияға бармаңыздар. Жалпы бұл черная луна ақша секторында сіздерде соңғы рет 2013 жылдың 10 маусымынан 2014 жылдың 4 наурызына дейін болған екен. Сол уақытта қандай оқиға болды? Соны естеріңізге түсіріңіздер. Сол оқиғалар шамамен қайталанады деген сөз. Соған ұқсас оқиғалар болады деген сөз, ақшаға байланысты. Ал 16 сәуір күні Марс 10 домға келіп тұр екен. Жалпы Марста агрессивті планета болғандықтан басшылармен, жалпы 10 дом карьераға, жұмысқа жауап бергендіктен, Марс енді агрессивті планета болғандықтан басшылармен, жұмыстағы адамдармен конфликт жиі болады. Жалпы осы күні 16 ай толады. Ол сіздерге 5 домға түсіп тұр. 16 сәуір күні ай толады. Сіздерге 5 домға келіп тұр екен. Жалпы 5 дом балаға, шығармашылық жұмысқа, махаббатқа, жеке бизнеске жауап береді. Балаңызға, жеке бизнесіңізге қатысты өзгерістер көп болады. Аяқ асты мысалы алатын болсақ, бала көтеруіңізде ықтимал. 21 сәуір күні Солнце 12 домға келіп тұр. Жалпы өзіңіз көбірек демалыс аласыз, өзіңізге көбірек уақыт бөлетін боласыздар. Және де 12 дом алыс жолды білдіреді. Алыс жолға шығуларыңыз ықтимал. 29 сәуір күні Плутон 8 домға қазан айына дейін кері айналады. Жалпы 6 ай бойы келіп тұр екен. Жалпы Плутон кері айналғандықтан мемлекеттен қысым көрулеріңіз ықтимал. Немесе банктен бір үлкен сомада кредит аласыздар. Соны төлей алмай, банк сіздерді жиі мазаңызды алуы ықтимал. Дәл
Осы кезде 8 қазанға дейін Плутон кері айналғандықтан ақша мәселесінде проблемалар жиі болады. Мемлекеттен, басқа адамдардан келетін ақша аз болады. Жалпы жиі келеді. Жиі келмейді, жалпы бәсеңдеп қалады. Жай кешігіп келетін болады. Ал 30 сәуір күні Меркурий сіздерге 1-ші домға келіп тұр екен, жаңа идея пайда болады. Жалпы Меркурий идея ақпаратқа жауап береді. 1-ші дом жаңа деген сөзге жауап береді. Сонда жаңа идея пайда болады, жаңа ақпараттарды алатын боласыздар. Көп адамдармен танысатын боласыздар. Дәл осы күні солнечное затмение болады. Ол затмение сіздерге 16 мамырға дейін созылады. Жалпы 16 мамырға дейін ешқандай маңызды істерді шешпеу керек. 16 мамырдан кейін шешімін табуға болады. 30 апрельдегі солнечный затмение 12-ші домға келіп тұр. Жалпы бір дүниеден бас тартасыздар, ұнамайтын дүниені өміріңізден алып тастайтын боласыздар. Алыс жаққа көшулеріңіз ықтимал. Ал 16 мамыр күні лунный затмение 6-ші домға келіп тұр. Жалпы 16 мамырдан 6-ші дом жалпы жұмыс пен денсаулыққа жауап бергендіктен күнделікті істеп жүрген істеріңіз күрт өзгереді. Мүлде басқаша өмір сүретін боласыздар. Жалпы 30 сәуір мен 16 мамыр аралығында қандай да бір шешім шығару сіздерге қиын болады. Жалпы адамдарға қиын болады. Ал 30 сәуірде Солнце, Луна, Уран 3 планета біргеді. 3 планета бірге келеді. Уран планетасы аяқ асты өзгертетін планета болғандықтан өміріңіз аяқ асты күрт өзгеретін болады. Енді менің прогноздарым, болжамдарым ұнап жатса, менің каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыздар.